Қайырлы күн достар, бүгінгі тақырып барлығына жоқ деп айтуды үйрену тақырыбы. Неге біз барлығына жоқ деп айтуды үйренуіміз керек? Қарайтын болсақ, әр адам даму басында нәпсісін жеңу үшін басында иә деп айтқан дұрыс. Мысалы, бұрыннан біздің еріншектігімізді жеңу үшін, тағы басқа бағытта білім алу үшін бізге иә деп айту керек. Ол дұрыс басында үйрену үшін. Бірақ уақыт өте келе біз өз бағытымызды тапқаннан кейін, ақ пен қараны ажыратып білгеннен кейін, мақсатымызды айқындағаннан кейін бізге жоқ деп айтуға тура келеді. Себебі деген өзіңіз байқайтын шығарсыз, білімді алғашқыда алып бастағанда, мысалы кәсіп, тағы басқа бағыттарды үйреніп жүргенде біз көптеген оқуға жазыламыз. Ана онлайн оқу, мына тренинг, мына кітап, тағы бір жаңағыдай бір жиындарға қатысып, бірақ кейін біреулерге сөз беріп аламыз да уақытта бара алмай қаламыз. Сондай жағдайлар көп бізде болып жатады. Өзіңіз де білетін шығарсыз. Жетіспей бастаймыз. Мына кітапты оқимын десе, мына кітап бәрі жиналып қалады. Ана онлайн бастап жатыр, оған уақыт жоқ, мына проекттің бар. Барлығына иә дедік та, содан кейін жетіспей қаламыз. Кейде бір достарымызды ренжітіп алып жатамыз, мойнымызға алып қоямыз, бір істі жақсы көмектесем дейміз, бірақ оған үлгермей, сосын ол бізге ренжиді, біз оған ренжиміз, сондай жағдайлар туындайды. Енді ондай болмас үшін барлығымыз білеміз, адамда ең мықты, ең маңызды үш ресурс бар. Үш ресурс. Біріншісі уақыт, екіншісі қуаттылық, энергия, үшіншісі ол ақша. Міне осы үшеуін біз дейтін үнемдемесек, біз оны босына жаратып аламыз. Әркімге иә дейміз, мысалы, иә деп біреуге уақытымызды бөлеміз де, және де ол жерде энергияңызды бөлесіңіз. Соның барлығы минус болады. Кейде біреуге қарыз бересіңіз, иә деп, одан кейін оны ала алмай тағы энергияңызды құртасыңыз, барлық ресурсыңыз құртылып бастайды. Енді біз не істейміз? Барлығына жоқ деп айтып үйренуіміз керек. Баяғы кері әдеттер иә дегенді тоқтату керек. Саналы түрде біз өзіміз саналы адам болғаннан кейін басында жоқ деп айту керек барлық затқа. Сосын кейін бізде уақыт бар ғой, бір минут, 5 минут уақыт бар да, кейін сіз өзіңіздің ойыңыздан қарайсыз. Бұл сізге пайда бере ма, бұл адамға пайда бере ма? Егер де расында сізге ол қымбат адам болса, жаңағындай сіздің уақытыңыз болып жатса, әрине оған иә деп көмектескен жақсы, бірақ басында жоқ деп айтыңыз. Оның түрлі тәсілдері бар. Енді қысқаша айтып кететін болсақ, мысалы сіздің танысыңыз бір көмек сұраса, ренжіме, мен сені сыйлағандықтан саған жоқ деп айтамын. Себебі мен саған иә деп ертең сенің көңіліңнен шықпай жатсам, үлгермей жатсам, менде қазір өте шаруам көп, сондықтан үлгермей жатсам, ертең сені ренжітіп алам ба деп қорқам деген сияқты бір не айтуыңызға болады. Тағы да басқа көптеген тәсілдер бар. Бастысы біз бірінші не істеуіміз керек? Жоқ деп айту керек. Содан кейін бар біз ойланып, оған иә деп айтуға мүмкіндік болады. Сондықтан басында жоқ деп айту керек. Көбінде бізден уақыт, тағы басқа затты сұрайтын адамдар, олар өзінің пайдасына сұрайды. Сондықтан 90% бізден сұрайтын адамдар, олар өз пайдасына сұрайды. Сондықтан басында жоқ дейміз, кейін ақылға саламыз кішкене, егер де көмектесуге тура келетін болса, барып айтамыз, менде уақытым бар екен, жақсы көмектесейін деп барып көмектесуге болады. Бірақ жаңағыдай барлығына басында жоқ дейміз. Басқа бір онлайн курс келді, бір кітап келді ма, жоқ деңіз. Себеп сіз өзіңіздің таңдаған оқуыңыз бар, өзіңіздің бағытыңызда. Егер де сіз оны 3-4-еуін оқитын болсаңыз, сіз еш жаққа жетіспейсіз. Сондықтан барлығына жоқ деп айту керек. Және де жоқ деп айтудың 3 деңгейі бар. Бірінші деңгей ол жеке басты өзіңізге жоқ деп айту. Мысалы, қалай жоқ дейміз? Көп адамда кері әдеттер бар, соларға жоқ деп айту керек. Көп ұйықтау, көп артық тамақтану, тағы не? Өсек айту, сосын артық сау, исарапты, ақшаны көбірек сауып қою. Енді айта берсе көп ер адамдар темекі тартатындар бар, мысалы, кері әдеттерді. Міне осыған жоқ болды. Жоқ деп өз деңгейіңізге жоқ деп айту үйреніңіз болды. Енді мен дұрыс өмір, өзімді қолға алам, мен нәпсімді жеңем деген сияқты сондай сізде настрой болу керек. Басында жоқ деп өз деңгейіңізге айтуыңыз керек. Екінші деңгей ол өзгелер
өзгелер арасында, мысалы өзгелер сізден бірдеңе сұрайды, жаңа айтқан, ол екіншісі өзгелерге жоқ деп айту. Үшінші деңгей ғаламдық қалай айтсам болады, ғаламдық деңгейде жоқ деп айту. Ол дегеніміз не? Ғаламдық деңгейде жоқ деп айту, ол мысалы сіздің миссияңыз бар да, нақты өзіңіздің бекітілген миссияңыз бар. Сол миссияға қайшы келген нәрселердің барлығына жоқ деп айту керек. Сіздің мысалы миссияңыз бар, бірақ мына жерден басқа бір ақшасы көп, бірақ сізге ұнамайды да, сіздің миссияңызға жат зат болса, оған жоламаған жақсы. Себебі ол ақшасы көп болғанымен ертеңгі күнде одан шаршап, ол сізге ұнамайтын болғасын, сіз оны тастап кету мүмкінсіз. Сөйтіп сіз миссияңыздан алшақтап кетесіңіз. Сондықтан нақты принцип бар ма миссия, сол миссияңыздан таймай тек алға қарай жол жүру керек. Қалғанның барлығына жоқ деп айту керек. Және де тағы бір мысал келтіріп кетейін, ғаламдық деңгейдегі жоқты қалай айту керек. Мысалы Нова Сент-Джон деген тұлға бар, мықты бизнес тренер. Сол өзінің опытында болған корпоративті жұмыста жасағанда көп жылдан бері ол білімді, дипломы бар, бірақ өсе алмай жүр, бір деңгейде жүр. Бір орташа деңгейдегі инженер болды, бірақ одан жоғары көтере алмай жүр. Соны зерттеп келе түсінді, оказывается, ода мынандай ғаламдық деңгейде жоқ деп айта алмаған екен. Себебі ол жұмыста оларға канцтовар береді, қалам, артық блокнот, бірдеңе, шірдеңе, жаңағыдай көп заттар болады ғой. Ол соны сірә мына жақта көп қой, артық қой деп күнде алып кете беретін болған. Өзінің үйіне, жаңағыдай сумкасына артық салып жүреді. Сөйтіп үкіметтің затын жаңағы өзіне алып кететін болған. Ал ғаламдық деңгейде Алла тағала бәрін көріп тұр ғой. Сол алған заттары оған кері әсерін береді екен. Ол жұмыста көтерілмейтіні, тағы басқа сәтсіздіктерінің барлығы осы себепші болу мүмкін. Сондықтан таза жүрген жақсы. Алла тағала бәрін көріп тұр. Біреудің артық затын алмай, өзіңіз таза жүрсеңіз, ешқандай сізге кедергі болмайды деп ойлаймын. Сондықтан осы үш деңгейде жоқ деп айтайық. Өзіміздің кері әдеттерімізге, өзгелердің сіздің уақытыңызды ұрлауға жоқ деңіз. Үшіншісі, өзіңіздің принциптарыңыздан таймас үшін өзге басқа жылтырақтарға қызықпай, тек қана өзіңіздің принциппен жүруіңізді сұраймын. Енді осы жаттығуды қалай жасаймыз енді? Әрине бірден жоқ деп айтып кету қиын. Сондықтан әр біреу сізден жаңағыдай сұрағанда жайлап жоқ деп айтып үйреніңіз. Мүмкіндігінше мен осы видеоның астына мен деген 10 немесе сол 10-ның әрбір жоқ деп айту тәсілдерін сізге беретін боламын. Алда уақытта қарап отырыңыз, мен сол жерге 10 жауабын салып жіберемін. Міне достар, осы сабақ аяқталды. Егер де пайдалы болса, қолданыңдар. Барлығы қимылмен келеді, практикамен келеді, тәжірибемен келеді. Сондықтан осылай өзіңіз ұялмай жоқ деп айтуды үйреніңіз. Себебі сіздің уақытыңыз, энергияңыз, ақшаңыз барлығы ол өлшеулі зат. Сондықтан өмір қысқа, өзіңіздің бағытыңызға қарай жылжу керексіңдер. Сәттілік ал.